сәлем менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біздер наклейка жасайтын боламыз. Яғни бүгінгі видеоны наклейка жасаймыз. Яғни бір нәрсенің түрлері, мысалы авокадо наклейканың түрлері, куроме наклейканың түрлері дегендей. Сондай жасайтын боламыз. Біз кешегі видеодан балконға сөндеген болатынбыз. Бүгін енді біз наклейка жасаймыз. Оған бізге қағаз, А4 қағаз кез. Ол менде бар, олар жерде. И бізге скотчпен, скотчпен осындай достаран скотч. И қарындаш, бояу. Бір айтқанда канцелярия десе түсінетін шығарсыздар, достар. Көп сөзбай, біз бастайық. Достар, менде осындай қағаз, осындай көп қой менде, И менде просто осы жерді ғана қойған, осы жерге жасай салайыншы деп шештім. Енді қағазды тоже үнемдеу керек. Мұнан енді тыстай салмайтын шығар. Жарты жерін ала саламыз ғой. Ничего. Осындай. И осындай екіге бүктеймін. Екіге бүктеймін. Осылай. И тағы да бүктеймін. Тағы да бүктеймін. И сурет салам. Естіп тұрам да. И мен сурет салам. Авокадоны дедік. Бізге ол үшін қарындаш алып алам. Қарындаш. И қарағалам. Керек қазір бізге. Бірінші осы немен біз суретін салып алайымыз. Салып алайық. Достар, мен осылай ғана салып алдым. Ондар өздеріңіз дұрыстап салатын шығарсыздар. Мен үстіп просто сала салым. Онша қатты әдемі емес болып қалды. Енді біз қара қаламмен бастырамыз. Достар, мен бастадым. И осындай бетіне осындай розовыймен істедім. Маған осындай ұнайды, конечно. И осыны бояйық. Так. Маған керек түстер осы. Үш түс керек бізге. Осымен бояймыз. Бірінші мен осымен сыртты бояп алам ғой деймін. Андай не істеп алам. Сыртындағы қабы бар ғой. Андай. Осылай. Осылай шықты. Енді мен қоңыржын бояймын ішіндегі. Дай. Енді ішін бояймыз. Авокадо. Осылай бояймыз. Енді бояймыз дегенде білетін шығарсыздар. Бәрі біледі, бірақ кішкентай балалар білмейді. Шықылап, осылай бояғанда өте әдемі болады, достар. Сіздер маңыздар. Не енді ауыз. Бүйтіп істесеңіздер, аккуратно не істесеңіздер, сіздерде әдемі болып шығады. Бұлай кезек-кезекпен аккуратно істесеңіздер күшті болады. Және астына да өтпейді. Не өткен жоқ. Вот там да өткен жоқ.
Енді осыны бояп шығам. Мен боядым өстіп. Так, мен аузын боя салайын енді. Қалқпайды. Осылай. Осындай әдемі болып шықты. Достар, мен сіздерге қазір фокус жасаймын. Достар, мен осындай артын жасадым. Авокадоның арты болады. И соған. И біз бұны құямыз. Осылай бірге құям. Достар, мен құйдым. И осындай бөліктер шықты. Мына жерге қойды. Менде осындайлар шықты. Енді осы достар, осындайдың түрлерін істейтін боламыз. Яғни, неге осылай қандай деймін, өйткені әртүрлі шықса, ондай әртүрлі болып қалды, сол үшін үстіп бірге істей салдым. Мына жерге енді мән бермей қойыңыздар. Енді мен осыларды бояймын. Осы сияқты түрлер жасаймын. Достар, мен бір ғана боядым. Ну ничего. Осындай екі. Бітіп қалды. Новый маркер, фломастер аламын ғой деймін. Білмеймін, неге маркер алып берген, я не знаю. Осындай болды. Енді екеуміз қочтаймыз. Чтобы жыртылмау үшін, не істемеу үшін, сол үшін. Мен осылай үстеріміз қочтадым. Енді біз осындайды аламыз, артына жабыстырамыз. Достар, мен мынандай видео түсірейін ба? Наклейкалар қалай жасау керек? Скотчпен де пергамент бар ғой. Сондайлармен жасауды үйретейін ба, достар, сіздерге? Мен комментарияны осы видеода ашам. Айтып кетіңіздер. Істеймін ба, әлі жоқ. Мен кешегі видеода комментария ашамын деп ұмытып кеткен ғой, достар. Мен қатты ұмытшақпын. Мен сондай ұмытшақпын, достар. Ұмытшақ. Енді осының артына жабыстырамыз. Жерге қойды. Осы. Үстіп жабыстырамыз. Тағы да кішкене бір-екі не істеу жабыстырып жіберейін. Аз болып қалған сияқты. Так. Артына үстіп екіден так, осы жерге кішкене тамам осындай наклейкалар дайын болды. Авокадоның түрлері емес, түрі ғана болып қалған сияқты. Өйткені екі болып қалды, оны нормально.
жабысқақ наклейка болды. Блокнотыңызға жабыстырып сендей беріңіздер достар. Сондай. Мынау қатты ұнады. Міне. Қош сау болыңыздар достар. Айтқандай, менің каналым осы видео ұнаса болса, менің каналыма подписаться кнопкасын басып, лайкты басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока!